Ассаламу алейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді, ерекше, әдемі мидий самсаларын жасап көрсетпекшімін. Соңғы кездері қонақ шақырғанда дәл осылай түйіп жүрмін самсаларды. Барлығына ұнайды, барлығы әдемі екен деп кетеді. Сондықтан да сіздерге де дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы ешқандай қиын емес, өте әдемі, жұмсақ, дәмді болып піседі. Жасалу жолын толық түсіндіретін боламын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше сіздерге жасалу жолын толық түсіндіріп кетейін. Бізге ұн қажет болады. Көз мөлшерімен тұз салып, еріп тұрған сармайымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осымен қамырымызды илеп болып қалдық. Қамырды демалуға қалдырамыз. 2-3 рет осылай қамырды жақсылап қайтарып, демалдырып алсаңыздар өте жақсы әдем болып жайылатын болады. Мен 2 рет қайтардым. Енді салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге тартылған сиыр еті, тұз, қара бұрыш және үккіштен өткізілген пияз қажет болады. Жақсылап салмамызды араластырып дайындап алатын боламыз. Өздеріңізге ұнайтын басқа дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Енді біз самсамыздың қамырын жаюға кірісеміз. Осылай қолымызбен жаюға ыңғайлап аламыз да, ұн сеуіп, кәдімгі еттің қамыры сияқты қылып, жақсылап жұқа біркелкі тегіс қамыр жайып алатын боламыз. Қамыр демалып тұрғандықтан жаю ешқандай қиындық тудырмайды. Барынша ұзын оқтап алғандарыңыз дұрыс. Осылай екі шетін ұстап отыру арқылы қамырымызды жайып шығатын боламыз. Міне осымен біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді қамырды екі шетінен ұстап отырып, ортасына қарай жиыру арқылы осындай өрнектер шығарып, қамырымызды әсемдеп аламыз. Шетіндегі қалың болған жерлерін пышақтың көмегімен кесіп тастасақ болады. Енді қамырымыздың ортасын осылай жиырып аламыз да, салмамызды салып шығамыз. Осылай еттің барлығын орналастырып, енді қамырдың екі шетін ортасына осылай салып, самсаларымызды бүгіп алатын боламыз. Жасалу жолы ешқандай қиын емес, өте дәмді және әдемі болып шығады. Байқасаңыздар, түріктің баклаваларына өте ұқсайды. Өзіме осылай идея келді, неге осылай істемеске деп. Сондықтан осылай жасап көруді ұйғардым. Өте әдемі болып шығады. Осылай орталарынан бөліп, екі шетін біріктіру арқылы самсаларымызды бүгіп шығамыз. Артық жерлерін кесіп тастасаңыздар болады. Міне осылай самсаның астын үстіне қарай аударып, осылай өрнектерін әдемі етіп шығарып қойсаңыздар да болады. Толық сіздерге көрсеттім, қалай жиналу керектігін. Екі шетін жақсылап бүгіп шығамыз. Енді формаға орналастырып шығатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бетіне сәндік үшін мак сеуіп шықтым, немесе күнжіт сепсеңіздер де болады. Енді қызып тұрған пеште жарты сағат шамасында 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің мидий самсаларымыз дәмді болып, өте жұмсақ, қып-қызыл болып пісіп шықты. Сіздерге де дәл менің рецептіммен пісіріп көруге кеңес беремін, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.